Тасмағамбетов Алматыға әкім боп тұрған жылдары орынбасары Ғалым Боқашты шақырады. Ғалым, алда тілдер күні. Әншілердің басын қосып, қазақ тілінің құрметіне бір концерт ұйымдастырып жібермедіңдер ме? Әншілер қанша сұрайды, сөйлесте сметаны жасап, маған әкел. Емеке, ұсынысыңыз орында, менің алып қосарым бар. Әншілеріміздің барлығы танылса, қазақ тілінде ән айтып танылып жүр. Ендеше оған несіне смета жасап, әуре боламыз. Туған тілдің мерекесінде ән айтқан үшін ақша сұрамайтын шығар. Ай Ғалым, мынауың шынымен идея екен. Давай сөйтіңдер, бірақ гонорарсыз тегін концерт ақша төленбейді деп басын ашып айтыңдар. Сосын бәрін бір жерге жинап, алдын ала сценарийлеріңді құрып, дайындықта бастай беріңдер. Жақсы, Емеке. Әкімнің кабинетінен шыққан бойда Ғалым Боқаш қазақ эстрадасының жұлдызы дейтін статусқа сай барлық әншілерге хабарласып, алдағы концерттің мән-жайын түсіндіріп, ертең әкімдікте кездесуге шақырады. Белгіленген уақытта залға қазақ тіліне арналған концерттің дайындығы осында өтеме деп Құдай берген бекіш келген көрінеді. Одан басқа бірде бір әнші бой көрсетпеген.